Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге осындай өте дәмді салмалы булочканың жасалу жолымен бөлісемін. Тәтті тоқашыңыз әдемі әрі дәмді болып шығу үшін видеоны соңына дейін өткізіп алмай көріңіз. Достар, менің каналымда көптеген үй жағдайында қарапайым заттармен жасалатын рецептер бар. Тәтті тоқашты жасау үшін ең алдымен 1 стакан сүт және 1 стакан жылы суды құйып, оның үстіне 1 ас қасық қант және де 1 ас қасық ашытқыны салып, ашытқы мен қант ерігенше араластырамыз. Кез келген ашытқылы қамырды илеген кезде су мен сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Осының үстіне 150 грамм сұйық май және де 1 шай қасық тұзды салып, тұз ерігенше араластырамыз. Алдын ала елеуіштен өткен ұнды аз-аздан шетінен сала отырып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыса береді деп ұнды көп мөлшерде салмаймыз. Егер де қамыр қолыңызға жабыса берсе, аз-аздан 1 қасық сұйық май қосып ары қарай илейміз. Дәл осындай жұп-жұмсақ қамыр болады. Иленіп дайын болған қамырды 30-35 минутқа бетін жауып жылы жерге көтерілуге қоямыз. Достар, менде дәл осындай Любавинка фирмасының қоюлатылған қайнатылған сүті. Қоюлатылған сүтті сапалысынан алмасаңыз, тоқаштың шетінен шығып ағып кетеді. Қамырды 3 бөлікке бөліп, дәл осылай жіңішкелеп төртбұрыштеп жаямыз. Асты жабысып қалмас үшін аз-аздан ұн септім. Осындай арнайы роликтің көмегімен узорларын, яғни өрнектерін жасап аламыз. Қамырды жіңішкелеу етіп жаймасаңыз, өрнектері түспей қалады. Сол себепті жіңішкелеу етіп жағып, осылайша ішіне саламыз. Шетінен баса отырып орап, осылай етіп тәтті тоқаштың формасына келтіріп аламыз. Барлық тоқаштарды жасап болғаннан кейін бетін жауып көтерілуге 10 минуттай жылы жерге қоямыз. Жұмыртқаның ақ уызынан сары уызын бөліп, оның үстіне 2 ас қасықтай сүт қосып, осылайша бетіне жағамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Осымен тәтті тоқашымыз дайын. Достар, міндетті түрде дәл осылай етіп жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, өз ойыңызды білдіре өтіңіз.